Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 9 сынып арифметикалық прогрессия, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Оқу мақсаты арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Сабақ мақсаты арифметикалық прогрессия, арифметикалық прогрессияның айырымы, арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы және қасиеттерін білу. Арифметикалық прогрессия дегеніміз екінші мүшесінен бастап, әрбір алдыңғы мүшесіне қандай да бір тұрақты санды қосқанда шығатын санды тізбекті атайды. Және мына формула арқылы өрнектеледі. Мұндағы д арифметикалық прогрессияның айырымы. Арифметикалық прогрессияның айырымы келесі мүшесінен алдыңғы мүшесін азайтқанға тең. Егер d-мыз 0-ден артық болғанда прогрессия өспелі болады, ал айырымымыз 0-ден кіші болған кезде прогрессия кемімелі болады. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын табуды үйренейік. А1 бізде арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі. D арифметикалық прогрессияның айырымы. Екінші мүшесін табу үшін бірінші мүшесі мен айырымның қосындысына тең. Үшінші мүшесі екінші мүшесі мен айырымның қосындысына тең. Екінші мүшесі алдыңғы формуладағыдай бірінші мүшесі мен айырымның қосындысына тең. Орнына апарып қойса, бізде жақшан ішінде бірінші мүше мен айырымның қосындысы қосу айырымға тең, бірінші мүше мен екі еселенген айырымның қосындысына тең болады. Дәл осы формуламен төртінші және бесінші мүшелерін табамыз. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы А1 қосылған жақшаның ішінде n-1 көбейтілген d-ға. Енді арифметикалық прогрессияның алғашқы төрт мүшесін табайық. Бірінші мүшесі 7-ге тең, айырымы 5-ге тең. Енді мына формула бойынша екінші, үшінші, төртінші мүшесін табамыз. Екінші мүшесі А1 қосылған 2 азайтылған 1 көбейтілген d, 7 қосылған 5 тең 12-ге. Үшінші мүшесі А1 қосылған 3 азайтылған 1 көбейтілген d тең 7 қосылған 2 көбейтілген 5 тең 17-ге. Төртінші мүшесі А1 қосылған 4 азайтылған 1 көбейтілген d тең 7 қосылған 3 көбейтілген 5 тең 22-ге. Бірінші мүшесі бізде тізбектің 7-ге, екінші мүшесі 12-ге, үшінші мүшесі 17-ге, және төртінші мүшесі 22-ге тең. Арифметикалық прогрессияның қасиеттері. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі көршілес екі мүшесінің арифметикалық ортасына тең. Егер сан тізбегінің екінші мүшесінен бастап, әрбір келесі көршілес мүшелерінің арифметикалық ортасына тең болса, онда берілген сан тізбегі арифметикалық прогрессия болып табылады. Мысалы, 25, 21, 17, 13 тізбегі арифметикалық прогрессия болады. Үшінші мүшесін көршілес екі мүшесінің қосындысын 2-ге бөлген кезде бізде үшінші мүшесіне тең болу керек. 21 мен 13-ті қосып 2-ге бөлген кезде бізде 17 саны шығады. Яғни тізбегіміз арифметикалық прогрессия болады. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе және орындаған мысалдарды негізге ала отырып тест тапсырмасын орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жеттік деп ойлаймыз. Сау болыңыздар.